Сәлем балақай, қалың қалай? Бүгін біз математика сабағында 5 санымен танысамыз. Сабағымызды шаттық шеңберінен бастайық. Күн көзіндей күлімдеп, көңілді болып жүрейік. Қазіргі болар сабаққа жүректен ақ жол тілейік. Ал енді балалар, сандарымызды еске түсірейік. 1. Жақсы балалар. 2. Жарайсың. 3. Керемет. 4. Тамаша балалар. Сандарды біледі екенсіңдер. Қазір мен сендерге өлең жолын оқып беремін. Жақсы оқыған балаға қойылатын бұл баға. Барлық бала ізденіп алады 5-тік баға тек. Иә балалар, бүгін біз сабағымызда 4-тен кейінгі сан 5-пен танысамыз. Ал енді балалар, 1-ден бастап 5-ке дейін сандарды 3 тілде қайталайық. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. Жарайсыңдар балалар. Ал енді 5-тен 1-ге дейін кері санайық. 5. 4. 3. 2. 1. Жарайсыңдар балалар. Ал енді мен сендерге 5 саны туралы тақпақ айтып берейін. Мұқият тыңдаңдар. Бас бармағым атам үйдің данасы, балан үйрек әжем ошақ анасы, ортан терек әкем отау панасы, шылдыр шүмек анам шаңырақ ажары, кішкентай бөбек мен бәрінің ажары. Бүгін біздің сабағымызға еңбекқор құмырсқа мен ара қонаққа келген екен. Олар өздерімен бірге тапсырмалар алып келді. Кәне біз оларға тапсырмаларды шешуге көмектесейік. Арада 4 қызыл үшбұрыш болған екен. Оған құмырсқа өзінің бір көк үшбұрышын берген екен. Сонда барлығы қанша үшбұрыш болды балалар? 5 үшбұрыш болған екен. Дұрыс айтасыңдар. 4 қызыл үшбұрышке 1 көк үшбұрышты қосқан кезде 5 болады. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Келесі тапсырманы орындайық. Тиында 4 жаңғақ болды. Ол тағы бір жаңғақты алып келді. Сонда тиында барлығы қанша жаңғақ болды? Ойланайықшы балалар. 4 қосу 1 тең болады 5. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. 2 кірпі дос болған екен. Бір кірпіде 3 алма, екінші кірпіде 2 алма болған екен. Олар қосып, ол алмаларды бір себетке салады. Сонда оларда барлығы қанша алма болады? 3 қосу 2, 5. Барлығы оларда 5 алма болады екен. Жақсы балалар. Келесі тапсырманы орындайық. Айшада 2 текше, Айзереде 3 текше болған екен. Олар бірігіп қосып ойнаса, қанша текше болады?
айтасыңдар балалар. 2 қосу 3, 5. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ал енді олардың ойын тапсырмаларын орындап көрейік. Ол үшін экранға мұқият назар аударамыз. Одан біз экранның 2-ге бөлінгенін көреміз. Ара қызыл жақта, құмырсқа көк жақта. Ара қай жақта қалды балалар? Ара сол жақта, құмырсқа оң жақта қалған екен, иә балалар? Сол жақ, оң жақ. Дұрыс па? Сол жақ, оң жақ. Керемет балалар. Ал енді олардың ойын тапсырмасын орындап көрейік. Экранда не бейнеленген? Экранда алма және алмұрт бейнеленген екен. Алма қай жақта? Алмұрт қай жақта? Дұрыс айтасыңдар. Сол жақта алма, оң жақта алмұрт бейнеленген екен. Ал не өзгерді? Жемістер қалай ауысты орындарымен? Алмұрт сол жаққа, алма оң жаққа ауысқан екен. Дұрыс па балалар? Керемет, жарайсыңдар. Алмұрт сол жақта, алма оң жақта. Сол жақ, оң жақ. Ал енді балалар, келесі тапсырманы орындайық. Суретте не бейнеленген? Орындық, мысық және күшік. Орындықтың үстінде не отыр? Дұрыс айтасыңдар балалар. Орындықтың үстінде мысық отырған екен. Ал орындықтың астында не отыр? Дұрыс айтасыңдар балалар. Орындықтың астында күшік отыр. Жарайсыңдар балалар. Керемет. Ал енді балалар, мына суретке назар аударайық. Нелер бейнеленген екен? Тиын, жылан және мысық бейнеленген екен. Ортасында не тұр балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ортасында жылан тұр екен. Ал жыланның сол жағында не тұр? Дұрыс балалар. Сол жақта тиын тұрған екен. Ал оң жақта балалар не тұр? Дұрыс. Оң жақта бізде мысық тұрған екен. Жарайсыңдар балалар. Құмырсқа мен ара күндерін керемет өткізгендерін айтып жатыр. Олардың үйге қайтатын кездері келген екен. Кәне, құмырсқа мен арамен қоштасайық. Ал енді балалар, серігіп алайық. Көңіл күй жақсы болса ұр шапалақ. Көңіл күй жақсы болса ұр шапалақ. Көңіл күй жақсы болса ұр шапалақ, шапалақ. Көңіл күй жақсы болса ұр шапалақ. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп, жерді теп. Ашу болып тұрсаң сен жерді теп. Қорқып тұрсаң қолыңменен бетті жап. Қорқып тұрсаң қолыңменен бетті жап. Қорқып тұрсаң қолыңменен бетті жап, бетті жап. Қорқып тұрсаң қолыңменен бетті жап.
көңіл күй жақсы болса ұр шапалақ, көңіл күй жақсы болса ұр шапалақ, көңіл күй жақсы болса ұр шапалақ, шапалақ, көңіл күй жақсы болса ұр шапалақ. Жақсы балалар, демалдық па? Шаршағанымыз басылды ма? Ал енді айтыңдаршы, бүгін біз сабағымызда қандай санмен таныстық? Дұрыс балалар, бүгін біз 5 санымен танысқан екенбіз. Қонаққа бізге нелер келді? Дұрыс балалар, қонаққа бізге еңбекқор құмырсқа мен ара келген екен. Біз бүгін сабақта қандай ұғымдармен таныстық? Я, үстінде, астында, оң және сол ұғымдарымызбен танысқан екенбіз. Тамаша балалар, бүгін сендер сабаққа жақсы дайындалыпсыңдар. Жарайсыңдар. Ал енді бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.